Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Видеоны көрмес бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басып пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бүгін өте әдемі әрі дәмді болатын балды торттың рецептімен бөлісетін боламын. Достар, бұл жерде бізге қажетті заттардың видеосын түсіру есімнен шығыпты, бірақ құрамын міндетті түрде осы видеоның астына жазып кететін боламын. Алдымен әдеттегідей қантымыз бен жұмыртқамызды жақсылап миксерлеп аламыз. Сосын баяу отта балымызға 1 шай қасық сода салып, осылай қоңыр түске енгенше ертіп аламыз. Балымызды жаңағы жұмыртқамызға саламыз. Жұмыртқамыз пісіп кетпеу керек, сол үшін араластырып тез-тез миксерлеу керек. Сарымайымызды да ертіп аламыз. Оны да тез араластырамыз, себебі жұмыртқамыз пісіп кетуі мүмкін. Ұнымыз бен қопсытқышымызды осылай бірге араластырып аламыз. Сосын електен 2-3 бөлікке бөліп осылай миксерлейміз. Негізінен електен өткізген дұрыс, себебі қамырларыңыздың арасы жақсы көтерілетін болады. Қызып тұрған пеште 150-180 градуста 30-40 минутта пісіреміз. Бірақ әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан градусын өздеріңіз қойсаңыздар болады. Піскен коржымызды таяқшаның көмегімен осылай тексеретін боламыз. Коржымыз суыған соң осылай формадан босатып аламыз. Суыған коржымызды 3 бөлікке бөліп аламыз. Кремін 20% қаймақпен жасайтын боламыз. Осындай қаймақпен жасасаңыздар да болады, егерде сливки болмаса. 3-4 қасық сахарный пудра қосамыз. Дайын болған кремімізді осы корждарға жағып, холодильникке 1 сағатқа қойып қоямыз. Сәндеуін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Сіздермен болған Әйгерім Болысбек.